Сәлеметсіздер ме, қымбатты менің көрермендерім. Сондай мына көктем мерекесімен бізге бірге қатары келіп жеткен Наурыз мерекесі құтты болсын. Осы мерекеге байланысты біз қазақтың ұлттық тағамының бірі Наурыз көжені дайындамақпыз. Ол үшін бізге керекті азық-түлік. Қыстан шыққан сүр етіңіз болса, сосын мынау жүгерінің фасоль қосылу керек, ол ағзаға өте пайдалы. Бидай, сосын мынау маш, сосын бізге қатық керек. Анау қамыр жасау үшін лапша керек. Сосын бізге құрт керек. Мынау айранды алдық, 2 литр айран, ол Наурыз көжеге міндетті түрде қосылуға тиіс. Бір айтатыны, біз мына ақ күріш пен сары күрішті, фасольді, сосын мына бидайды 2-3 сағат бұқтырып қойдық. Қазір соны пісіруіміз керек. Бірінші етті салайық. Бісмілләхи. Етіміз 2 сағат, 2,5 сағат қайнауы тиіс. Енді жерге пиязын, лавр жапырағын, бұрыштарын салыңыз. Міне ағы бері көбірек піседі. Бәрі сағатта піссе риза боласыз. Қайнағасын, асын жай отқа қойып қойыңыз. Одан кейін бізге керегі мынау сары жүгері. Сары жүгеріңізде 40 минуттай қайнауы керек. Енді көп пісетіндердің қатарында мынау фасоль. Ол да көбірек піседі. 40 минуттай піседі. Қалған бидайды, мынау машты кейіндеу пісіруге болады. Олар тез піседі. Сондықтан ең бастысы мынау жүгерілерді пісіріп алу керек. Фасольді пісіріп алу керек. Етіңіз піскенше олардың бәрі піседі. Міне сіздерге бір айта кететін лайфхак. Мынау жүгеріні, мынау сарысын, ағын, ана фасольді пісіру үшін бізге тез пісу үшін түмен азанға қойып қойыңыз. 7 сағат бұқтырып, әдемі болып жарылып тұрады, сонда тез піседі. Міне дәндердің бәрін пісіріп алдық. Машын да сары жүгері мен ақ жүгеріні қосып жібердім. Екеуінің пісуі өте қиын болады. Бидайымыз да тұр, мына қатығымыз да тұр. Мына енді мына құртымызды езіп жатырмыз. Сосын мына сорпамызды да әкелдік. Ішінде лапшасын да пісіріп алдық. Мына етінде пісіп шықты. Қазір тураймыз. Айранын қосамыз. Енді осының бәрін бір үлкен табаққа қосып араластырып алуымыз керек. Мына ең керемет жақсы кезі осы кезең. Мен осы кезеңді сондай жақсы көремін. Кем-кетігі қай жерінде есі дұрыс емес, есі артық болған, оны өзіңіз бәрін көріп тұрасыз. Сондай тамаша кезең, қараңыз. Сұйықтығы да керемет болды. Тамаша болды қазір. Дәмін көреміз. Қоспалары да керемет. Қараңыздар, керемет Наурыз көже дастарханға келді. Қараңыздар, керемет күшті болған. Дәмін көріп жатырмыз. Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын, көктем мерекелеріңіз құтты болсын, астарыңыз дәмді болсын.